теңдеудің түбірін табамыз. Мына жерде бізде x берілген жазайық, бірден шығарып бастаймыз есепті. 1 x-тің 4 дәрежесі алынған 3x куб алынған x квадрат қосылған 3x тең 0-ге. Енді қараңыздар, бұл жерде біз ең алдымен не істейміз? Жақшаны сыртына шығаратын затты сыртына шығарып аламыз. Мысалы, мына екеуі мен мына екеуі бір ұқсастық болып тұр. Екеуінде 3 және мынау x, 3x. Яғни осы жерден біз мынау біріншісінен x-ті шығарайық, екіншісінен де x-ті шығарайық. Мысалы, мына біріншісінен x кубты шығарып тастайық. Мынадан x куб. X кубты жақшаны сыртына шығарсақ, мына жерде x-тің өзі қалады, алынған 3. Көбейтсек, x-тің 4 дәрежесі минус 3x куб. Мына жерден минус x-ті шығарайық. Минус x-ті шығарсақ, минус x квадраттан x-тің өзі қалады. Мына жерде минус x-ті шығарсақ, минус 3 қалады, тең 0. Енді қараңыздар, мына екеуінен x минус 3-ті жақшаны сыртына шығарсақ, қалай болады? Сонда x-тің кубы алынған x болады, тең 0. Енді осы жерде қараңыздар, тағы мына жер бар. Мына жерден x-ті шығарайық мынау жақшадан. Мынаны орнына ауыстырып жазайық, былай түсінікті болу үшін. x минус 3. Мына жерден x-ті шығарамыз. Сонда x квадрат минус 1 және x минус 3 болады. Міне, біз мынандай үлкен ашылған жақшаны қайтадан мынандай жақша түріне келтірдік. Біз не үшін бұндай түрге келтіреміз? Себебі түбірін табу үшін. Енді мына әрбір мүшені, әрбір жақшасын көбейтінді әрбір осын 0-ге теңестіреміз. Сонда меха жазып алайық, қайталап x квадрат минус 1 ары қарай жазамыз, x минус 3 тең 0-ге. Енді мынаның әрқайсысын бәрін 0-ге теңестіріп шығамыз. Сонда x тең 0, x квадрат минус 1 тең 0 және x минус 3 тең 0. x тең 0 мынау бірінші шешіміміз. Мына жерге екінші шешімімізді табайық. x квадрат минус 1-ді теңдіктің арғы бетіне жібереміз. Сонда минус 1-міз плюс 1 болып өтеді. 1. x-ті табу үшін 1-ді түбірінің астына аламыз. Сонда бізде шығады плюс минус 1. Енді x минус 3. x минус 3-ті теңдіктің арғы бетіне жіберейік. Сонда плюс 3 болады. Міне, біздің жауабымыз x тең 0, x тең плюс минус 1, x тең 3. Енді мына жерге жауабымызды былай жазып қойсақ болады. 0, минус 1, плюс 1 және 3. Міне, біздің жауабымыз 4 жауап шықты. Тағы бір осындай есепті шығарып көрейік. Мен қазір жазайын берілген. X-тің қазір келесі есебімізді жазып алдым. X-тің 5 дәрежесі алынған X-тің 4 дәрежесі алынған X қосылған 1 тең 0. Бұл жерде алдыңғы есепке қарағанда кішкене өзгеше қылып істесек болады, түрлендіріп. Қалай бірнеше жолмен шығарып көру керек. Қалай шығады, солай шығарып кете береміз. Мына жерде қараңыздар, мынау екеуінен біз x-ті шығарсақ, x-тің 4 дәрежесін шығарсақ болады. Немесе мынаны алып тастайын. Мына x5 пен x-тен x-ті шығарамыз, сонда x4 пен 1 қалады. Мына жерден тек қана минус 1-ді шығарамыз. Солай жасап көрсек болады. Ал онда жасап көрейік. x-ті шығарамыз, x5 пен x-тан, минус x-тан. Сонда x5-тен x-ті шығар дегенде x-тің 4 дәрежесі алынған 1 болады. Ал мына жерден
минус мынау екіншісінен минус 1-ді шығарайық. Сонда минус тұра береді. Жақшаны ашамыз. 1 жазылмайды. Жақша x-тің 4 дәрежесі минус 1-ден шығарып жіберсек, мына жерде сонда минус 1 болады. Тең 0. Енді қараңыздар, мына екеуіне ортақ x-тің 4 дәрежесі минус 1. Осыны жақшаны сырттан шығарып жіберсек, x минус мына жерде жасырын 1 бар, бірақ 1 олай көбейтінді болып жазылмайды. Бұлай арай жазып кете берейік. Сонда міне. Енді тура жаңа есептей, мына екеуін де 0-ге теңестіреміз. X-тің 4 дәрежесі минус 1 тең 0-ге, x минус 1 тең 0-ге. Сонда x-тің 4 дәрежесі 1-ді бір теңдіктің арғы бетіне өтеді, сонда плюс 1, x тең болады, плюс минус 1 мәндері. Ал мына жерде x теңдіктің арғы бетіне өткен кезде 1 10 болады. Сонда жауабымыз плюс минус 1. Мына жерде де 1, мына жерде 1 бар. Сондықтан жауабымыз 1 минус 1 және плюс 1. Енді қараңыздар, мына жерде түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Мен мынаны түсіндіріп жіберейін. Мынау қалай плюс минус 1 шығып кетті. X-ің квадраты жаңа 1 дедік, осыдан плюс минус 1 деп жатырмыз. Мысалы, егер x-ің квадраты 4 болса, x плюс минус 2 болады. Қалай бұл шығады? Бұл дегеніміз, плюс минус дегеніміз 1 және минус 1 деген сөз ғой. Минус 1 және 1 деген 2 мән дегеніміз. Мына жерде қараңыздар. Біз қараңыздар, минус 1-ді алайық. Минус 1-ді минус 1-ге көбейтсек қанша шығады? Плюс 1 шығады. Яғни оның минус 1-дің квадраты бізде 1-ге тең. Ал 1-дің квадраты қаншаға тең? 1-ге тең. Яғни мынау да екеуі де, мынау және мынау екеуі де 1 мән. Мына жерде солай болып тұр. X біз қандай сан екенін білмейміз, бірақ сол санның квадраты бізде 1-ге тең болып тұр. Яғни 1-ге тең болатын минус 1-дің квадраты болуы мүмкін және 1-дің квадраты болуы мүмкін. Сол үшін бізде плюс минус 1 деген 2 мән шығады. Мына жерде де қараңыздар. X минус 2-ның квадраты бізде тең болады 4-ке, 2-ның квадраты тең болады 4-ке. Яғни екеуінде квадраты 4-ке тең. Сондықтан мына белгісіз x-мізді біз минус 2 деп те аламыз, плюс 2 деп те аламыз. Сол үшін минус плюс 2 деп жазамыз. Егер мысалы енді мына жағдайда қараңыздар, x-тің 4 дәрежесі, сіз қойын, түсінікті болу үшін, x-тің 4 дәрежесі тең алайық 16 дек. Бұл дегеніміз x тең плюс минус 2 деген сөз. Яғни минус 2-ның 4 дәрежесі бізде 16 шығуы мүмкін. Плюс 2-ның 4 дәрежесі де 16 шығуы мүмкін. Сол үшін минус плюс 2. Бұл именно осыны квадрат, 4 дәрежесі, 6 дәрежелі, яғни жұп санды дәрежеге. Яғни бір-біріне көбейтсе минустар плюс болып кететін жағдайда. Ал егер мысалы мынандай x-ның 3 дәрежесі тең 1-ге десек, мұны x тең плюс минус 1 деп жаза алмаймыз. Себебі минус, мысалы қараңыздар, минус 1-ді кубы қаншаға тең? Минус 1-дің кубы минус 1-ге тең. Себебі минус пен минус квадрат болған кезде плюс болып кетеді. Қайттан оны минус 1-ге көбейткен кезде минус 1 болады. Сол үшін бұның жауабы минус 1 шығады. Ал мына жерде плюс 1-дің кубы ол 1-ге тең. Куб, жаңағыдай 5 дәреже, 7 дәреже, тақ дәрежелі, бұл мынандай плюс минус деп жазбаймыз. Тек қана бұл мындай жұп дәрежелі дәрежеде ғана. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді басқа есептерді шығарып көреміз.